Кез келген дастарханның сәнін ашатын баклажанный роли дайындайтын боламыз. Жаз келді, енді баклажанның сезоны басталды. Бұл салатты күнде дайындап жесеңіз де жалықпайсыз. Мен жақсылап жуылған баклажанымызды жұқа етіп турап аламыз. Орташа қалыңдықта туралған баклажандарымызды салқын тұзды суға салып 10 минут қалып қоямыз. Баклажанның ортасына жағу үшін майонез бен чесногымызды былғап алып қоямыз. Бір жұмыртқамызды шағып, кішкене тұз салып былғап аламыз. Алдымен нанымызды печкеде қыздырып алып, блендерде ұсақтап аламыз. Панировочный сухари дайындап аламыз. Баклажанды жұмыртқаға аунатып алып, бір бетін сухари нанға былғап алып, духовкаға салып аламыз. Дайын болған баклажандардың ортасына салмаларын салып, дәл видеодағыдай орап аламыз. Өзіңіз ұнатқан салмадан пайдалануға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болады, ең бастысы майға қуырылмайды. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.